Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жұмбаққа толы әлем. Сабағымыздың мақсаты сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді, өлең жолдарын, нақыл сөздерді, шешендік сөздерді, тілдік құралдарды қолдану. Балалар, аспан денелерін білеміз бе? Қандай аспан денелерін білесіңдер? Ой, жарайсыңдар балалар. Балалар, сұрақты қағбал әдісін қоямыз. Сендер сол сұраққа жауап беріп көріңдер. Аспан деген сөзді естігенде көз алдына не елестейді? Аспанда нелер бар? Ай мен күн бізге қаншалықты керек? Жарайсыңдар балалар, өте дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Ал қазір жұмбақ жасырамын. Жұмбағымды шешіп көріңдер. Бірінші жұмбақ: санымыз қанша білмейміз, түнімен көз ілмейміз. Жарайсыңдар. Жауабы жұлдыз. Екінші жұмбағымыз: қанатсыз құс манып барады, көзінен жас тамып барады. Жарайсыңдар балалар. Бұл бұлт. Астрономия аспан денелері туралы ғылым. Сендерге қазір жеке жұмыс беремін. Сондықтан қалам, қағаздарында алып отырыңдар. Балалар, берілген сөздердің қайсысы бірінші, қайсысы екінші, қайсысы үшінші орындалатын рет-ретімен жазып немесе белгілеп отырыңдар балалар. Күннің батуы, күннің шығуы. Қайсысы бірінші орындалады? Жарайсыңдар. Күннің шығуы, күннің батуы соңында орындалады. Келесі тапсырманы оқимын. Күннің көтеруі, таңның ағаруы, таңның білінуі. Үшеуінің қайсысы бірінші орындалады? Жарайсыңдар балалар. Таңның білінуі, таңның ағаруы, күннің көтеруі. Сендерде дұрыс тапты деп ойлаймын. Үшіншісі қалай орындалады екен? Байқап көріңдерші сендерде. Толған ай, жарты ай, туған ай. Бірінші туған ай, одан кейін жарты ай, одан кейін толған ай. Жарайсыңдар балалар. Ең соңғысы лай, жаңбыр, бұлт. Бұлардың қайсысы бірінші орындалады? Әрине, бұлт, жаңбыр, содан кейін лай. Балалар, қазір ғажап аспан ғой тақырыпты ашыңдар. Осындағы аспан, күн, ай, шолпан, үркер, құс жолы өлеңдерді оқып шығайық. Балалар, мен оқимын, сендер тыңдаңдар. Ай, күннен алар жарықты, бірақ күндіз көрінбес. Түн мұхитын жарық қып, жазудан еш ерінбес. Балалар, мен сендерге болжау әдісін оқимын. Қай өлеңнің екінші шумағы болып табылады? Көкте жүзген қалайы, секілді ақтабақ бір, жұлдыздардың талайын қоршап алып қарап тұр. Жарайсыңдар балалар. Дұрыс. Ай өлеңінің екінші шумағы. Қалайы дегенді білесіңдер ме? Ол металл екен. Балалар, сұраққа жауап беріп көріңдерші. Бірінші сұрақ: құс жолының бейнесін ақын қай тәсіл арқылы суреттеген? Екінші сұрақ: ай мен күнге қандай теңеу айтар едіңдер? Үшінші сұрақ: өзім білетін аспан денелерін ата. Жарайсыңдар балалар. Дұрыс жауап берді деген ойдамын. Балалар, планетарий дегеніміз не? Мұқият тыңдап көрейік. Планетарий Алматы күмбезді үйлердің бірі. Планетарийге барған оқушы жастарға түсіндіруші адам жасанды аспанды көрсете отырып, әлемнің құрылысы туралы терең мәлімет береді. Планетарийде телескоп сияқты басқа да бақылау жүргізетін аспаптар болады. Әлемдегі тұңғыш планетарий Мюнхенде 1925 жылы салынған. Балалар, планетарий біздің Нұр-Сұлтан қаласында да бар. Көргенсіңдер ме? Ол туралы мұғалімдерге айтып беріңдерші. Жарайсыңдар. Дұрыс айтты деп ойлаймын. Ал қазір мен планетарий мәтінін оқимын, ал сендер мұқият тыңдаңдар. Ашық күндері тал түсте жұлдызды аспанды көргілерің келе ме?
Ендеше планетарийге барыңдар. Жұлдызды аспанның тәулік бойына қалай өзгеріп тұратынын 4 минуттың ішінде көріп, жұлдыздар мен ғаламшардың шапшаң қозғалысын бақылай аласыңдар. Мұнда біздің ғаламшарымызды көмкеріп тұрған аспанның күн мен түннің кез келген уақытындағы қалпын, поляр шоласын, кометаны, құйрықты жұлдыз тамашалауға, ғарыш кеменің қалай ұшқанын көруге болады. Осы жерде баяндамашының ғаламшарлар күн жүйесі табиғат жайында құбылыстары мен ғарышты игеру жөніндегі қызықты әңгімелерін тыңдау бір ғанибет. Планетарий қызық дәрістер оқылатын орын, ал оның осылай аталу себебі ондағы ең ғажайып дүние планетарий аппаратына байланысты. Соның көмегі арқылы жұлдызды аспан әлемі көрсетіледі. Бұл мәтін «Ол кім? Бұл не?» кітабынан алынған екен. Балалар, планетарий туралы түсінікті болды ма? Қалай ойлайсыңдар, балалар? Планетарийге барып көргілерің келеді ме? Жарайды, барып көріп, бәрін бақылап көреді деп сенемін. Балалар, сендерге сұрақты қағып ал әдісі арқылы сұрақ қойып көрейін. Планетарий дегенді қалай түсінесіңдер? Планетарий мәтіні бойынша сұрақтар құрап жазыңдар. Ал енді балалар, үй тапсырмасы аспан денелері туралы ертегі құрастырыңдар. Балалар, кері байланыс. Бүгін менің сабақта түсінгенім, түсінбегенім деген екі бағытта өздерінің кері байланыстарында ауызша айтып өтіңдер. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар балалар.